Сот отырысында техникалық құралдарды пайдалану. Сот отырысына қатысуды қамтамасыз ететін техникалық байланыс құралдарын қолдану қағидалары және оларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексі және сот отырысына қатысуды қамтамасыз ететін техникалық байланыс құралдарын қолдану тәртібін айқындайды. Процеске қатысушымен байланысу үшін сот отырыстары, оларды қатысу қамтамасыз ететін техникалық байланыс құралдарымен жабдықталған соттардың сот отырыстарының залдарында сот отырыстар өткізілуі мүмкін. Іске қатысатын адамдар, олардың өкілдері, сондай-ақ куәлар, сарапшылар, мамандар, аудармашылар сот отырысына өздері мәлімдеген өтініш хат бойынша немесе соттың бастамасы бойынша техникалық байланыс құралдарын пайдалану арқылы қатыса алады. Сот отырысына қатысу үшін пайдаланылатын техникалық байланыс құралдары төрағалық етушінің іске қатысатын адамның жеке басын анықтау, сондай-ақ өкілдің өкілеттіктерін тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. Егер әскери қызметшілердің, емдеу мекемелеріндегі, халықты әлеуметтік қорғау мекемелеріндегі, сондай-ақ күзетпен ұстау, немесе бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың іске қатысуын қамтамасыз ету үшін осы мекемелердің техникалық байланыс құралдары пайдаланылатын жағдайда, онда жеке басты анықтау, істі қарайтын соттың оларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіргені және оларды бұзғаны үшін жауаптылық туралы ескертілгені жөнінде қолхат алу осы мекемелер әкімшілігінің жәрдемімен жүзеге асырылады. Сот отырысы барысында аудио немесе бейнежазба құралдары үздіксіз пайдаланылады. Сот отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін аудио, бейнежазба құралдарын пайдалануды сот отырысының хатшысы іске асырады. Сот отырысының хатшысы сот отырысы басталғанға дейін сот отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін аудио, бейнежазба құралдарының жұмысқа жарамдылығын тексереді. Сот отырысының аудио, бейнежазбасын заңсыз тоқтатуға немесе түзетуге тыйым салынады. Байқоңыр қалалық сотының баспасөз қызметі